Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен арықтау жайлы және ПП рецепттерді алдағы уақытта саламын. Менің каналымда сіз 100% арықтай аласыз. Бүгінгі тақырыбымыз былай бастайын. Что сесть на ужин, чтобы похудеть? Яғни кешкі асқа не тамақ жесек, біз арықтай аламыз. Дәл осы тақырыпты мен сіздермен қозғайтын боламын. Білеміз, бізде көп жағдайда кешкі асқа келгенде біздің тәбетіміз ұрып тұрады, я. Холодильникте, яғни мұздатқышта не бар? Соның барлығын біз жеуге тырысамыз. Тәтті болсын, йогурт болсын, айран болсын да, кешкі тамаққа жаңағыдай манты болсын, сондай тамақтарды біз жеуге тырысамыз. Ал егерде біз кешкі асқа дәл мен қазір атап өтетін тамақтарды жейтін болсақ, таңертең тұрғанда весыйда, яғни таразыда сіз салмағыңыз минимум күнде 500 грамм азаятын болады. Ал енді кешкі асқа қандай тамақтар жеу керек? Кешкі асқа кез келген ақ уызды тамақтар, яғни белковый продукт дейміз. Ақ уызды тамақтарды кешкі асқа жейтін болсаңыз, яғни сіздің кешкі асыңыз 7 мен 8-ге дейін, немесе 6-7-8 аралығында болса, сіз таңертең тұрғанда міндетті түрде весыйда, таразыда минус 500 граммды көретін боласыз. Яғни ақ уызды тамақтарға нелер кіреді? Кез келген ет өнімдері, кез келген балықтың еті, тауықтың еті, осындай тағамдар сіздің тойып жүруіңізге, яғни аш жүрмейтініңізге кәдімгідей көмектеседі. Ал енді екінші тамақ ол салаттар, клетчатка дейміз. Салаттар, кез келген көкөністі салаттар, енді помидор, огурцы, қызанақ, қияр деген сияқты осындай салаттарды жейтін болсаңыз, немесе кәдімгі орам жапырақ, брокколи, осылардан салат жасап кішігірім солай жейтін болсаңыз, сіз міндетті түрде таңертең тұрғанда арықтайтын боласыз. Ал егерде сіз дәл мысалы белок пен клетчатканы жедіңіз ғой, ақуызбен салаттарды жедіңіз, бірақ сіз түнде жатар алдында алма жейтін болсаңыз, сіздің арықтауыңыз тоқтайды. Яғни алма сіздің тәбетіңізді ашады. 30 минуттан кейін сіз тағы да бірдеңе жегіңіз келіп тұрады. Сол үшін, достар, түнде жатар алдында жеміс жидек жеуге болмайды. Біздің жалпы организміміздің артық салмағына алып келетін тамақтарды мен айтпасам да білесіздер, бірақ айтып кетейін. Ұннан жасалған тағамдар, яғни дрож қосылған, ашытқы қосылған тағамдар біздің толып кетуімізге, артық майларымыздың пайда болуына алып келеді. Екінші, ол біздің соктарымыз, яғни кез келген сокты алатын болсақ, 1 литр сокта 120 грамм сахар бар. Яғни адамның салмағына байланысты 30 миллиграммды көбейтсеңіз, мысалы менің салмағым 82 болса, 82-ге 30-ды көбейтсе, мен шамамен 2,5 литр су ішуім керек. 2,5 литр суды мен сағат кешкі 7-ге дейін ғана ішуім керек. Өйткені бүйректің қызметі кешкі 7-ге дейін жұмыс жасайды. Сол себепті әр адам өзінің салмағын 30 миллиграммға көбейтіп, қанша су ішу керектігін білсе, 7-ге дейін су ішсе, және ол адам міндетті түрде арықтайды. Сол үшін достар, менің каналыма тіркеліңіздер, менімен бірге арықтаңыздар. Мен дәл қазір арықтау үстіндемін. Дәл қазіргі таңда мен 1 айдың ішінде 8 кило тастадым. Алда мені 22 кило күтіп тұр тастауыма. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге арықтаңыздар. Мен сіздерге күнделікті пайдалы ақпараттарды бөлісемін, және ПП рецепттерді алдағы уақытта салатын боламын.